Сәлем достар, сіздермен Бекзат, менің арнама қош келдіңдер. Барлықтарыңызды келе жатқан оқу жылымен құттықтаймын. Егер де біреу бұған қуанышты болса, осы сабақтың басталғанына орай мен емтихандағы, яғни экзамендегі адамдар типтері деген видео түсірейін деп отырмын. Сіздерге ұнайды деп ойдамын және қызық болатын сенімдімін. Олай болса, осы видеоны аяғына дейін қараймыз. Және видеоны көрместен бұрын лайк басып кетейік. Мен бұл тестке бір ай бойы дайындалдым. Мен барлық параграфтерді жақсылап оқып шықтым және де қосымшаларға қатыстым. Бұл тестті мен мүлтіксіз жауап беретін боламын. Егер де мен түнде ұйықтап жатқан жермен тұрғызып алып оятып, маған сұрақ қоятын болса, мен сол жерде сразу ответ қайтарамын. Сондықтан менде ешқандай күмәндарың болмасын. Сен әлі кітап оқып отырсың ба? Үйде оқу керек еді, далада қыдырып жүргенше. Мінекей тестте келді. Так. Апай, сіз маған басқа тестті бердіңіз ау деймін. Басқасын ауыстырып алуға болады ма? Мен мына тесттің ешқандай жауабын білмеймін. Қайрат. Соңғы 5 сұрақ қалды, соған жауабын айтып жіберші. Мен саған бір пирожка алып беремін. Жоқ? Ладно, онда Айданадан сұрайын. Айдана. Маған соңғы 5 сұрақтың жауабын айтып жіберші. Пирожка алып беремін. Жарайды, 2 пирожка алып беремін. Қағазға жазып маған аяқты жүрсін, күтемін. Кеше түнде қобалжығаннан кондиционердің астына жатып қалдым ау деймін. Апай, шығып келсем болады ма? Сотканы тастап кетеміз. Жарайды. Жоқ, бармайым. Сауығып кеттім. 10 секунд ішінде. Қазір өзім жазбасай, сосын саған берем. Жаздың ба маған беш, тез болшы. Мен әлі өзім бітірген жоқпын, бітірейін, сосын берем, саған жазып жіберем. Жаздың ба маған беш, тез болшы. Бәрін толығын аяқтан, сосын барлықтарыңа таратып берем. Синоним к слову фаворит. Фантазер, любимец, мечтатель, модник, франт. Так, мына жерде А, Б, С, Д, Е. Алма кетті домалап, көше бойын жағалап, кім маман табады, сол ойына шығады. Фаворит сөзінің синонимі модник. Екінші сұрақ. Схема предложения. Тағы қандай санайтындар бар еді? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Екінші сұрақтың жауабы С. Үшінші сұрақ. Определите предложение. Егер мына екеуі Д болса, онда мынау Б бола салсын. Жауаптарын жазшы, маған керек. Қазір кейбіреуін қысқартып жаза салшы. Я, түсініп тұрмын. Білесің ғой, мен дым білмейтінді. Тезірек маған апайға тапсыру керек. Болшы, тез. Қысқартып жаза салшы, кейбіреуін өткізіп жібер. Тек самый ең маңыздыларына ғана жауап жаз. Енді мен бәрін білмеймін ғой, мен ойланып жауап беруім керек қой. Ең соңғы сұрақ қалды. Косвенная речь. Мен дәл осы сұраққа шпаргалка жаздым. Апа көріп қоймасын. Болды. Апай, болды мән. Достар, сендерге осы видео ұнады деп ойдамын. Ұнаса сұрақтың жауап тұрған белгісін басып кетіңіздер. Және комментарияға сіз қай типке жататыныңызды жазып кетіңіздер. Егер де осы видеода 70 лайк жиналатын болса, мен осындай алда тағы да адамдар типтері деген видеоны шығаратын боламын. Осы видеоны аяғына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Егер де сен бастап келе жатқан видеоблогер болсаң, және саған баннер, шапка, обложка және тағы да басқа оформление заттар керек болатын болса, онда описанияны оқыңыздар. Описанияда мен сендерге осындай заттар жасайтын балаға ссылка қалдырып кетемін. Сол балаға жазып, уточнять етіп сұрап алыңыздар.